Баршаңызға сәлем, сіздермен шайын ішкенге осындай керемет печеньенің рецептімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдымен ұнымызға қопсытқышымызды жақсылап араластырып аламыз, видеоға түспей қалды. Содан соң жұмыртқамызды, сармайымызды саламыз. Сармаймыз бөлме температурасында болу керек. Келесі қаймағымызды қосамыз. Содан соң қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне бізде қамырымыз дайын, осындай жұмсақ болды. Енді салафанға қамырымызды салып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сол жарты сағаттың ішінде біз кремін дайындайтын боламыз. Жаңағы жұмыртқаның ағын аламыз. Содан соң лимон қышқылын қосамыз. Шекер қосамыз. Жақсылап миксермен крем күйінде болғанша миксерлейтін боламыз. 10-15 минуттай миксермен жақсылап шайқайтын боламыз. Міне осындай керемет кремге айналды. Енді бұл кремді тоңазытқышқа қойып қоямыз ыдысыменен. Содан соң жаңағы жарты сағатқа қойылған қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қамырымыздың қалыңдығы шамамен 5 мм-дей болу керек. Қатты шоқа етіп жаймаймыз, қатты қалың да етіп жаймаймыз. 5 мм етіп жайсаңыздар болды. Осындай дөңгелек формаменен барлық жерін дөңгелектеп шығамыз. Шетіндегі қалған бөліктерін алып, қайтадан осындай қамыр жасап, оны да оқтаудың көмегімен жайып, осылай дөңгелектеп шығасыздар. Міне жаңағы кремімізді осындай кондитерлік мешокқа салдым. Кішкене ұш жағын кесіп алып, осындай көлемде құйып шығыңыздар. Кремдеріңіз көп болып кетпесін. Себебі бір-біріне жапсырған кезде қамырды кремдеріңіз сыртына шығып кетуі мүмкін. Міне осы дөңгелектеп шыққан форманы шет-шетін осылай басып шығамыз қолымыздың көмегімен. Қолға ұстап, бір-біріне қолға ұстап жапсырмайсыздар. Осылай тұрған жерінде бір-біріне жапсырып, жақсылап жапсырасыздар. Себебі кішкене ғана жапсырсаңыздар, ол кеңдеу ашылып кететін болады. Міне осындай болып шығады. Мынау екіншісі. Дәл осылай видеодағыдай қайта-қайта жапсырып шығасыздар. Екі шетін осы видеодағыдай етіп тағы да жапсырасыздар. Міне біздің печеньеміз дайын болды. Енді бетіне ештеңе жақпаймыз. Пешкеге 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің печеньеміз дайын. Бетіне қант ұнтағын септім. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар болғаны. Сіздермен болған жансая ас болсын.